Сәлем, замандас. Биыл алтын ұя мектебімен қоштасасың ба? Студенттік өміріңнің қалай өтетінін мазалайды ма? Қай оқу орнын таңдаймын? Қандай мамандықты игерсем болады? Иә, санаңда сан сауал. Мен де осыдан 3 жыл бұрын қазір сен тұрған жолдан өттім. Мұқият тыңда. Мен өз тәжірибеммен бөлісемін. Мен Бердіқылыш Ринат Іздібайұлы. Ақтау қаласындағы Каспий өңірі болашақ колледжінің сәулетші мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін. Неге сәулетші? Бір күні теңіз жағасында отырып зәулім ғимараттарға көз тастадым. Өз-өзіме мына үйлерді кім тұрғызды? Құрылысшы. Ал бұл үйлерді кім сызды? Сәулетші. Міне, бір пара қағазға салынған ғимарат көз алдында әсем бейнеге айналды. Еңбек пе? Еңбек. Сол сәттен бастап мен мамандықтар ішіндегі ең құрметтісі сәулетші екендігін ұқтым. Расымен де, егер архитекторлар болмаса, қала көрінісі көріксіз болар еді. Сәулет анасы тарих, тарих айнасы сәулет деген қағида бар. Сәулет таспен жазылған құдіретті музыка депті неміс ақыны. Осылардан сәулет өнерінің адам һәм қоғамда өмірінде алатын маңызы, орны көрініп ақ тұр. Архитектура үлкен өнер, ал өнердің шегі жоқ. Әрі қарай оқып іздене берсең нәтиже шығады. Яғни, үздіксіз шығармашылық пен ізденіс әртүрлі құрылыстың дизайндарын ойластырып, идеяның ұтымдылығы мен жаңашылдығы сенің еңбегінің жемісі болмақ. Сондықтан мен сәулетші мамандығын таңдадым. Егер өз кәсібіңді 100% сүйіп, жасасаң шаршамайсың, әрі табыстыра боласың. Иә, бұрын кез келген сызба жобасын қолмен, яғни қарындашпен сызадым. Ал қазір компьютерде 3D Max және AutoCAD, Archicad программаларын қолданамыз. Бір қызығы 3D Max программасымен жасалған жобаның ішіне кіріп аралап жүргендей әсер аласың. Себебі өзің жасаған дүниені айналдырып жанынан, төбесінен көруге болады. Сәулет ол бір орында тұрмайды. Ол күн сайын қозғалысы және үнемі дамуда. Сондықтан сен жақсы сәулетші болсаң, тіпті зейнетке шықсаң да әрқашан сұранысқа ие маман боласың. Және шағын тұрғын ғимарат бастап, ірі өндірістік нысандардың авторы аталуыңа да мүмкіндігің зор. Қазіргі таңда елімізде көптеген заманауи ғимараттар бой көтеріп, сәулет өнеріне сұраныс пен талап күшеюде. Сондықтан дүниетанымымыз бен болмысымызға сай және ұлттық ерекшеліктерімізді айшықтайтын сәулет өнерін әрі қарай дамыту сенімен менің қолымда. Қазақ елінің әлеуметтік, экономикалық, рухани даму жолында бірге еңбек етейік. Кел, сәулетшілер қатарына қосыл.